Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгін біз сіздермен осындай бір жасағаннан керемет болып шығатын балды тортын жасайтын боламыз. Сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Бізге қажетті заттар қант, май, ұн, жұмыртқа, бал және де ас содасы қажет болады. Ыдысымызды отқа қойып, оның үстінен майымызды салып, сәл ерігеннен кейін үстінен қантымызды салып, екеуін араластырып, оның үстінен балымызды салып, барлығы біріккенше, ерігенше осылай видеода көрсетілгендей тоқтамай араластырып тұрамыз. Себебі бізде қант жабысып қалып, қатты болып қалады. Сондықтан да осылай тез қозғап тұрамыз. Міне біздің массамыз осылай көбіктеніп жатқан кезде жұмыртқамыз бен содамызды араластырып, осы массамыздың үстіне осылай көпіріп жатқан кезде тез-тезден құямыз да қатты жылдамдықпен тез араластырып жібереміз. Себебі бізде жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сөйтіп астын өшіріп қоямыз. Кейін оны сәл суытып алып, үстінен ұнымызды сала отырып, осылай венчикпен араластырамыз. Ұнды осылай аз-аздан салып отырып араластырғандарыңыз жөн. Себебі ұн көп болып кетсе, ол бізде жайылмай қатты болып қалады. Мінекей бізде осындай қамыр дайын болды. Енді осыны қазір осындай пергамент қағазына жайып шығатын боламыз. Менде бұның сантиметрі 24 қылып сызып алдым. 5 дөңгелек шықты менде. Енді осы пергаменттің үстінен 3-3,5 қасықтан бөліп алып, барлығына құйып шығамыз. Құйып алғаннан кейін осылай қолымызға тегіс сат алып, дөңгелек сызылған бойынша сомен тегістеп жайып шығамыз. Осы сызылған дөңгелектен шетін сәл асырып жайсаңыздар болады. Себебі біз қазір торттың бетіне себетін крошканы осы шетінен кесіп алып жасайтын боламыз. Мінекей осылай барлық қождарымызды жайып алдық. Енді қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай біздің қождарымыз пісіп шықты. Енді жаңағы 24 сантиметрлік тарелкамызды осылай тортымыздың бетіне ыстық күйінде қойып, шеттерін кесіп аламыз. Ыстық күйінде кескендеріңіз жөн, себебі ол тез қатып қалады да кесілмей қалады. Мінекей бізде осындай кождар дайын болды. Енді жаңағы шетінден қалған крошкаларды осылай ыдысқа салып қоямыз. Ол бізге қазір қажет болады. Енді кремін дайындау үшін бізге осындай бір шелек қаймақ және де қант қажет болады. Екеуін араластырып, қанты ерігенше қойып қоямыз. Қантымыз осылай ерігенше тортымыздың бетіне сәндейтін крошкасын дайындайтын боламыз. Осылай салафанға салып, қолымызбен немесе осылай оқтаймен, ыңғайлы болса оқтаймен осылай езіп майдалап аламыз. Нәтижесінде міне осындай өте керемет крошкалар дайын болды. Енді тортымызды жинайтын боламыз.
осылай бір корждан қойып, үстінен 3-3,5 ас қасық жаңағы қаймақтан жасалған кремімізді салып отырып, осылай барлық торттарымызды жинап шығамыз. Қалған кремімізді осылай тортымыздың бетіне құйып, тортымыздың бетін және де шет-шетіне толықтай барлығын жағып шығамыз. Мінекей тортымыздың бетіне жағып шықтық. Енді жаңағы езілген крошкаларымызды осылай тортымыздың бетіне, шет-шетіне сеуіп сәндеп шығамыз. Бұл тортты дайындап болғаннан кейін бірден жей берсеңіздер болады. Себебі бұның кремі қаймақтан жасалғандықтан бұл өте жұп-жұмсақ болып шықты. Ал егер де сливкимен дайындалған торт болса, оны тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып жегендеріңіз дұрыс болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Видеом ұнаса лайк басып, маған тіркеліп комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.